Қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлхан Мырзатайқызы. Бүгін сиырдың миынан өте дәмді, тәтті деликатес дайындайтын боламыз. Мидың құрамында өте көп витаминдерге бай, сонымен қатар кальций, фосфор, темір және де өте көп витаминдер. Оны таңғы уақытта жеу керек, себебі ол өте калориясы мықты. Ең алдымен пиязымызды ашып, кішкене майдалап турап аламыз. Қызып тұрған табамызға кішкене май құйып, пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей, пиязымыз жартылай қуырылды. Кішкене сарғайса жеткілікті. Оның үстіне тұз, дәмдеуіш қосамыз. Өздеріңіздің қалағандарыңызша мен шөптерді қостым. Енді оның үстіне майды біртіндеп саламыз. Ешқандай да су, ештеңе қоспаймыз. Пияздың өзінің сөлі бөлініп, өте дәмді болып піседі. Бетін жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Мінекей, көріп тұрғаныңыздай, ешқандай су қосқаным жоқ. Ол өзінің сөлімен, пияздың суымен пісіп жатыр. Дайын болған деликатесті пияз немесе көкөністермен дастархан ретіне қойсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Гүлхан Мырзатайқызы. Келесі кездескенше.